Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Тыңдаңыздар. Балауыз, сол мезетте, шырақ, кектену, жасанды, біртіндеп, әзілқой, әкету, алданғыш, көрнекті, дәулет, атаулы, атау, кек, жөнелту. Орыс тіліне нұсқасыларды оқимын, тыңдаңыздар. Воск. В тот момент. Лучина, свеча. Таит месть. Искусственный. Мало-помалу. Насмешник. Уводить. Доверчивый. Видный, представительный. Богатство. Все имеющее название. Перешагивать. Месть. Отправлять. Бұл сөздердің тізімін қолданып, әдеттегідей шығармамды жазамын. Тыңдаңыздар. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Елдің өзінің бұрлақтары. Баяғыда бұрлақтар, яғни ауыр жұмыс істейтін жұмысшылар, еділ өзінің бойында кемерлерді сүйреді. Репиннің бір суретінде бұрлақтар бейнеленген. Олар кемені сүйреп жүр. Олардың жылқыға қарағанда көп күші болған жоқ. Бауын тартап, олар кемені өзен бойымен біртіндеп жылжытты. Бұрлақ жұмысшылары жұмыс істеуде аяусыз қан алды. Енді елесімді пайдаланып, Репиннің суретін жалғастырайын. Бір күні бұрлақтар қатты шаршап қалды. Бұрлақтар арасында көңіл күйі төменге түсті. Әйтсе, олардың арасында бір әзілқой болған. Бір түні барлық адамдар ұйықтап жатқанда, ол балауыздан шырақ жасап, оны жақты. Сосын ол өрт деген айғайлауды бастады. Сол мезетте барлық адамдар ұйқыдан оянды. Олар алданғыш болғандықтан әр түрлі бағытына жүгіре бастады. Алданғанын түсініп, олар әзілқойға қарай қатты кектенді. Әзілқойдың қайтқанында олар оны ұстап, өзенге қарай әкетіп, бірнеше рет оның басын суға батырды. Қазір синхрон аудармасын тырысайық. Сіздерге мәтінді орыс тіліне оқимын. Тыңдаңыздар. Бурлаки на Волге. В старину бурлаки, то есть люди, занятые тяжелым трудом, тянули суда вдоль берега Волги. Они изображены на одной из картин Репина. Они тянут корабль. По сравнению с лошадью, сил у них немного. Натягивая лямку, они потихоньку двигают лодку вверх по реке. Бурлаков на работе безжалостно эксплуатировали.
А теперь, пользуясь воображением, хотел бы продолжить картину Репина. Однажды бурлаки сильно выбились из сил, их охватило уныние. Но среди них нашелся один шутник. Однажды ночью, когда все спали, он сделал из воска яркую свечу и зажег ее. Затем он начал кричать «Пожар!». В тот же миг все проснулись. Поскольку они были легковерными, то бросились в разных направлениях. Поняв обман, они сильно разозлились на шутника. Когда тот возвращался, они схватили его, оттащили к реке и несколько раз окунули с головой в воду.